Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Мың 1912 жылы неміс метеорологы Альфред Вегенер жер бетінде құрлықтардың пайда болуының теориясын ұсынды. Оның ұсынысы бойынша Пангея бұрын бірыңғай жоғары құрлық болған, кейіннен ыдырап, уақыт өте келе бірнеше бөлшекке бөлінген. Ол бұл үрдісті құрлықтық дрейфі деп атаған. Бірақ бұл теория сол уақыттағы барлық көріністерге үйлеспеген және ғалымның өз әріптестері арасында беделіне сызат түсірген. Бұл өкінішті, өйткені оның ойы әбден дұрыс еді. Сыни ұшқындарды сөндіру үшін, содан кейін жер туралы ғылымның тарихындағы керемет қозғалыстарды жасау үшін Мари Тарп есімді картографтың жұмысы қажет еді. Ал барлығы мұхит түбінен басталды. Маридің әкесі ауыл шаруашылық министрлігінде қызмет атқарған. Қыз жас кезінен топырақ картасына арналған зерттеушілік үлгілерді жинай отыра, әкесімен бірге елді аралаған. Балалық тәжірибе Маридің геологияға деген тұрақты қызығушылығын арттырып, аталмыш ғылымның магистрі дәрежесін алғаннан кейін ол 1947 жылы Колумбия университетінде қызмет атқара бастады. Ол Атлант мұхитының тереңдігін өлшеу бойынша жүргізген геолог Брюс Хизеннің көмекшісі болып жұмыс жасады. Хизен және оның командасы жоғары жиіліктің дыбыс толқынын бағыттай және одан кейін мұхиттың түбінен бұл толқынның қайту уақытын белгілей отыра, эхолоттар көмегімен мұхит түптерінің деректерін жинаған. Алынған деректерді соңынан кесте бойынша бейнелеп, түп бедерінің кескінін алуға болатынына көз жеткізді. Тарптың бақытсыздығына орай, бұрын әйелдерді экспедицияға қоспаған, өйткені олар тек сәтсіздік әкеледі деген жорамал болған. Оның орнына ол университетте қалып, мұхит түбінің есепсіз қатарларын ұқсас кескіндерге ауыстыра отырып, деректерді өңдеу жұмыстарын жүргізген. Ол кезде мұхиттың түбі тегіс жазық деген түсінік болған. Бірақ Тарптың кескіндері мүлдем басқа көріністі паш етті. Оның пішіндері жарықтар мен алқаптар бар күрделі географияны көрсетті. Ал ең бір таңғалатын жағдай, оның әр кескіннің арасынан өтетін ұзындығы V әрпіне ұқсас жарықтардың табылуы еді. Бұл рифт алқаптары Вегенердің құрлықтық дрейф теориясына қолдау болды. Жер қыртысының екі үлкен массиві ыдырағанда, олар ландшафтта тыртық және төменде алқап түзей отыра, мұхит түбін екі бөлікке бөледі. Жаңа деректер дау туғызған гипотезаның дұрыс екендігін дәлелдеді ме? Тарптың пайымынша дәлелдеді. Бірақ Хизен көптеген ұсыныстарға қыздың жай мылжыңы деп сенімсіздікпен қарады. Алайда Тарп өз қорытындыларына сенімді еді. Кейіннен өз жұмысын ілгерілету үшін нақты физиографиялық карта дайындады. Сол уақытта басқа аспирант Говард Фостер сол Атлант аймағының жер сілкіністері эпиорталығы картасын құрды. Тарп көпшілігі сілкініс ошақтары ол ұсынған алқаптарда орналасқанын байқады, және олар басқа аудандарды салыстырған кезде қызықты нәрселерді байқады. Орталық мұхиттық жоталар өткен жерде жер сілкіністері болып тұрған. Бәрі осы екі феноменнің байланысты екен туралы айта бастады. Сол уақытта сенімсіздікпен қараған Хизенді айқын фактілерді жерді мұхит түбінде белдеп тұрған беріштеніп келе жатқан тыртықтар картасын теріске шығара алмады. Бұл құрлықтық дрейф барысында пайда болған өте үлкен алшақтықтар болатын. Алынған нәтижелер бойынша соңғы есеп 1957 жылы ұсынылды. Бірақ ғылыми қоғамның теорияға деген сенімсіздігі жоғары деңгейде қала берді. Белгілі зерттеуші Жак-Ив Кусто олардың қателесіп отырғандарына сенімді болғаны соншалық, ол бұл дауды толығымен тоқтату үшін мұхит түбін видеоға түсіру мақсатымен экспедиция ұйымдастырды. Бірақ ол алған кадрлар тек Тарптың теориясын растады. Бейне көріністерде терең алқап және сол алқаптардың Атлант түбін екіге бөліп тұрғаны анық көрінген. Түсірілім осы уақытқа дейін Тарппен салынған карталардың дұрыс екенін көрсетті. Ол белгілеген жерде алқап өткен. Дәлелдер жеткілікті жинақталғаннан кейін жер туралы ғылым парадигмасын өзгерту керектігі түсінікті болған. Тарптың нақты сенімділігі Вегенердің құрлық дрейф теориясының жеңісіне жол салды. Сыни ұшқындар әлсірей бастауына қарай, бұл теория плита тектоникасы туралы біздің заманауи түсінігімізге және Мари Тарптың 20 ғасырдың ең үздік картографы деген беделіне мықты негіз болды. Видео халық қайырымдылық қоры қолдауымен аударылып дыбысталған.